Алматыда 100-ге жуық азаматқа қымбат көлік алғызған алаяқ ұсталды. Алматыда сериялық көлік ұрысы ұсталды. Оның атында 300-ге жуық жаңа шетелдік көлік бар. Бұл туралы Стакизет ақпарат агенттігі Алматы ТВ арнасына сілтеме жасап хабарлайды. Бұл туралы ұрының алдауына түсіп қалғандар әлеуметтік желіде жазды. 100-ге жуық азамат қымбат көліктерді несиеге алып, алаяқтарға алдандық деп дабыл қақты. Көліктерінің шетелге заңсыз қайта сатылуы мүмкін екенін де айтуда. Келтірілген шығын көлемі әзірге белгісіз, бірақ көптеген көліктер бизнес-классқа жатады. Алаяқтық жасады деген күдікті достарына көлікті жалға беру үшін несие алуды ұсынған. Ол несиені өзі төлейтінін, бірақ кірісті әділ бөлуге уәде берген. Алайда 2 айдан кейін арам пиғылын жүзеге асырған бизнес-серіктес көлікпен бірге жоғалып кеткен. Бас-басымызда кредит жетіп тұрса, қай қазақ соны алады. Мына тұрғанның бәрі өзіміздің қарагөз балалары, деді зардап шегуші Нұргүл Жүнісова. Несиеге көлік алып, кейін темір тұлпардан да ақшадан да айырылдық дегендер құзырлы орган өкілдерінен көмек сұрайды. Олар су жаңа Hyundai, Kia көліктерін несиеге алып, өзге біреуге жалға береді. Келісім бойынша ай сайынғы несиені темір тұлпарды алған адам төлеп тұруы тиіс болған. Әр адамның басында ай сайын 1.300.400 несие болып тұр. Көп балалы әкемін, бірінші балам мүмкіндігі шектеулі жан. Енді қалай төлейміз білмеймін. Құзырлы органдардан көмек беруін сұраймыз. Бұл жалғыз жандостың ғана қолынан келмейді. Бізді алдап отырма, кепілге қойылған машина қалай шекара асып кетеді, деді зардап шегуші Нұрбол Алпамысұлы. Алданғандар алғашында ақша уақытылы төленген соң тағы да қарызға көлік алған. Кейбірі туысын тартып сіңлісіне алғызыпты. Алайда азамат лауазымды елге танымал адамдардың арасында жиі жүретіндіктен сеніп қалған. Жағдайдың бақылаудан шыққанын енді білген олар полицияға арыз қалдыруға мәжбүр болған. Арыз қабылдап жатырмыз, адам ұсталды. Бүгін санкциясы болады, қазір тергеу әрекеттерін жасаймыз, деді Жетісу ауданы полиция басқармасы бастығының орынбасары Азамат Бердіқожанов. Бүгінгі таңда 3 көлік қайтарылды. Бизнеске саламын деген сылтаумен азаматтардың автокөліктерін жинаған, несиесін төлемеген, жалға алған құнын төлемеген. Содан азаматтар алданып қалды. Қазір жоғалған көліктердің қай жерде екенін анықтауда бағытталған шаралар жүріп жатыр, деді Алматылық қалалық ПД ресми өкілі Салтанат Әзірбек. Айта кетейік, мұндай қылмыс жасаған үшін кінәлілердің мүлкі тәркіленіп 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.